сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның тұңғыш ғарышкері, первый космонавт Казахстана Тоқтар Әубәкіров. Жаңа сөздермен танысайық. Айналу крутиться, батыл храбрый, марапат награда, марапаттау награждать. Есте сақта. Марапат, марапаттау, айналу. Мәтінді оқы, читай текст. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров мектепте оқып жүргенде ұшқыш болуды армандайды. Аэроклубқа қатысып, парашютпен секіруге жаттығады. Орта мектептен Армавирдегі әскери авиация училищесін бітіреді. Тоқтар Әубәкіров сынақшы ұшқыш. Қиыр шығыстағы әскери бөлімдерде инженер-ұшқыш мамандығы бойынша қызмет етеді. Ол ұшақтардың 50-ден астам түрлерін игерген. Тоқтар Оңғарбайұлы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлер даярлау орталығына қабылданады. 1988 жылы жаңа авиация техникасын сынақтан өткізу кезеңінде ерлігі үшін Тоқтар Әубәкіровке батыр атағы берілді. 1991 жылы Тоқтар Әубәкіров Қазақстан, Австрия экипажымен ғарышкер зерттеушісі ретінде ғарышқа ұшты. Тоқтар Әубәкіров жайында қысқаша мәліметтер тыңдайық. 1991 жылы 2 қазанда ғарышқа Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ұшты. 1969 жылы Ресей еліндегі Армавир жоғарғы әскери ұшқыштар училищесін бітірді. 1975-1976 жылдары Мәскеудегі авиация институтында оқиды. 1990 жылы ғарышқа ұшу туралы ұсыныс алды. 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерді дайындайтын орталықта жаттығуды бастады.